Алейкумассалам. Салам. Қалайсыз? Сен тілге түсінбейтін адамға махаббат деп айтшы, ол түсінбейді. Орыс тілінде мысалы махаббат, мысалы ол орыс тілінде любовь к машине деген бар оларда, мысалы. Любовь к собаке дейді, мысалы. Я люблю свою машину дейді. Мысалы, мен машинамды сүйемін деп қазақ айтпайды, сөз. Салам. Қалайсыз? Біздің басқа неміз. Кеңістігіміз басқа. Түсінігіміз басқа, сөз. Біз махаббат деген сөзді темірге қолданбаймыз. Салам. Қалайсыз? Ол темір ғой. Ол қанша жақсы машина болсын, ол темір. Салам. А бізде махаббат ол Құдайға және Құдайдың жаратылғандарына арналады. Салам. Қалайсыз? Ойбай, не концерттің алдында жүрген сияқты. Қалайсыз? Саламатсыздар ма? Майлық жатады ғой. Бай кедейді жарылқар дейді. Еңбегінде терлесе. Қатын тоймас ер десе, диқан тоймас жер десе, ер тілеуін береді, ерте тұрып еңіресе дейді. Соны ұят беттің зердесі, қасиетті ердің зердесі. Майлықожа ақынның ғибрат қылып айтқан термесі дейді. Сонда ердің тілеуін дейді, ерте тұрып еңірегенде Құдай береді дейді. Ерте дегеніміз таң намазына дейін 2 сағат, сахар уақыты. Негізі дұғаға қабыл болатын жер. Бұл енді Майлықожа ғана айтпайды, оның астында Ахмет Егөнекүйдің де еңбектерінде, Сайып Сарайдың еңбектерінде, Сүлеймен Бағара, бәрі осы. Бұл жалпы қазақтың мәдениеті ғой. Шындап жыласы соқыр көзден жас шығады деген осы негізі. Сонда Құдайдан сұрағанда еңіреп сұрау керек екен ғой, еңіреп. Адам еңіреген Құдайға кіреді екен ғой. Еңірегенде, жылағанда адам нәпсіні ұмытады екен. Шынайы сұрасаң де Құдай береді дейді. Сонда Майлықожа айтады. Ер тілеуін береді, ерте тұрып еңіресе дейді. А біз ұйықтап күндіз тұрамыз да, Алла тағала енді берсең енді бер, бермесең не істейік дейміз. Содан білімдерінде өсіріңдер, білімдерінде. Ол жігіттің көркі білім, өнер. Хонер деген парсы тілінде ғылым деген сөз. Хонер. Жігіт деген адамның жанын айтады, жігіт деп. Жігіт жан. Шалақында бар жаңағы. Тірі жан, құр жан, жігіт жан. Жігіт жан деген Құдайын таныған адамның жаны кемел болады екен. Соны жігіт жан дейді. Жігіт сөз дейді. Ол өтірік айтпайды. Сонда кішкентай қыз баланы біз жігіт болып қапты ғой дейміз. Яғни өсіп кемелденіп қапты деген сөз. Жігіт деген ағылшында джентльмен дейді, біз қазақ жігіт дейді. Неге ол кемел жан, өтірік айтпайды, ол рух. Сол жігіттің көркі өнер екен. Ол қалай жігіт болды? Өнер арқылы. Ғылым білімді махаббаттан көксеу арқылы ғана жігіттікке жетесің сен. Қандай терең сөздер айтып отыр. Жігіт жан дейді. Жігіт жан деген жігіт дейді. Бір сырлы 8 қырлы болады дейді. Бір сырлы Құдаймен таныған сыр 8 қыр ашылады. Ол жігіт жан деп соны айтады. Сол жігіттің көркі өнер дейді. Неге? Оған жігіт жанға тек қана өнер арқылы жетесің, яғни ғылым арқылы жетесің.